Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Мен Әмри Бабай Нұрадинұлы, Қазалы аграрлы-техникалық колледжінің арнаулы пән оқытушысымын. Бүгінгі біздің сабағымызда дәнекерлеу жұмыстарының сапасын бақылау әдістері тақырыбында сабақ өтетін боламыз. Дәнекерлеу жұмыстары барысында біз жасалған бұйымның сапасына нақты назар аударатын боламыз. Яғни, дәнекерлеу жігінің сапасы дұрыс шығу керек. Сол үшін де біз дәнекерлеп жатқан бұйымымызды сапалы шығу үшін дәнекерленген жіктердің сапасын қалай анықтауды білуіміз қажет. Ол үшін дәнекерлегеннен кейін дәнекерлеу жіктердің сапасын анықтау үшін үш негізгі топқа бөліп қарастырылады. Ол алдын ала бақылау, операциялық бақылау және қабылдау арқылы бақылау болып үш негізгі топқа бөліп қарастыратын боламыз. Алдын ала бақылау дегеніміз негізгі металл мен дәнекерленетін материалдардың сапасын жинақтау, дәнекерлеу құрылғылар мен бақылау құралдарын жинақтайтын тексеруді қамтамасыз етуді атайды. Операциялық бақылау дәнекерлеу арқылы бөлшектерді дайындаудың технологиялық процестерін қамтиды. Қабылдау арқылы бақылау дайын дәнекерлеу құрылымдарының сапасы мен олардың нормативтік құжаттамаларға сәйкестігін анықтай отырып бақылау болып саналынады. Дәнекерлеу жұмыстары барысында дәнекерленген жіктің сапасын анықтау мақсатында әмбебап шаблондар арқылы анықтау қолданылады. Бұл әмбебап шаблон дегеніміз дәнекерленген жіктің қалыңдығын, биіктігін және олардың арасындағы саңылауларды анықтауға көмектеседі. Бұл шаблондардың көмегімен біз электродтардың диаметрін, бөлшектердің қалыңдығын, қиғаш бұрыштардың қанша градуста екендігін анықтауға үлкен көмегін тигізеді. Және де оның электрондық тұрғыда да қазіргі таңда түрлері бар. Дәнекерлеу барысындағы ақаулар. Яғни жалпы ақау дегенімізде дәнекерленген металдың нормативтік құжаттамаға сәйкес келмейтін бөлігі ақау болып саналынады. Яғни жіктің дұрыс дәнекерленбеуі немесе жіктегі сызықтардың пайда болуы. Осы ақаулардың өзі негізінен орналасуына байланысты бөлінеді. Ол ақаудың сыртқы және ішкі түрі болып бөлінеді. Сыртқы және ішкі ақаулар болып бөлінеді. Формасына байланысты тегіс, көлденең, шағын және өлшемдеріне байланысты ұзын, орташа, ірі болып осындай негізгі ақаулар бар. Дәнекерлеу жіктерінің сапасын анықтау барысында бұйымды бұзбай немесе бұзып бақылаудың екі негізгі тәсілі қолданылады. Яғни бұзбай бақылау дегенімізде жалпы металды рентген сәулесі арқылы, су арқылы немесе ауа арқылы тексеру негізінен қолданылады. Қосымша электромагниттік электрлік құрылғылардың көмегімен жіктің сапасын анықтау болып саналынады. Ал бұзып ақауын анықтау керек болатын болса, арнайы құрылғының көмегімен жіктерді кесу арқылы анықталынады. Рентген сәулелерімен бақылау түрлері. Жалпы бұл дәнекерленетін металды рентген сәулелерінің көмегімен анықтау болып саналынады. Рентген сәулесімен анықтаудың негізгі үш тәсілі қолданылады. Ол радиографиялық, радиоскопиялық, радиометриялық. Осының ішінде ең көп қолданылатыны радиографиялық әдіс. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.